Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгін мен сіздерге математика сабағында қолдануға ыңғайлы көп функционалды сайтпен таныстырғым келіп тұр. Ол үшін кез келген іздеу платформасына ағылшынша Mad Learning деп жазып аламыз және ашылған бетте бірінші сайтқа өтеміз. Бұл біздің калифорниялық мектептің, математикалық мектептің ойлап тапқан тиімді, қолжетімді тақтасы. Жалпы математикалық тегін қолданба, бұл жерде ешқандай да сатып алмайсыздар. Өте көп тақырыптарға жақсы көмекші құрал. Мысалы, бірінші бөлшектер, одан кейін геометриялық фигураларды ілмектер арқылы жасау, математикалық сағат, математикалық сөздік карталар, бұл жердегі терминдар, көрнекі анықтамаларды тереңірек түсіну үшін, ақша кесектері, бірақ бұл жерде біздің теңгеміз жоқ. ақш валютасы жайлы, сандық кесте, санау, сан үлгілерін зерттеу, бөлшектерді зерттеу, ары қарай сандық кадрлар. Бұл жерде жәнегі бес, он қосу және оларды азайту үшін өте тиімді. Және мына жерде сандық сызық. Яғни бұл жерде де виртуалды сан түзуінде сандарды қосу азайтуға жақсы. Сандық бөліктер. Бұл бізде көп таңбалы сандарды меңгеруге жақсы. Жүздік, ондық, мыңдық, яғни көп таңбалы сандарды балаларға санның құрамын яғни ажырату үшін. Ары қарай сандар сөресі, моншақтарды сырғытып, сандармен жұмыс істеу арқылы 5-10 сандардан тұратын топтарға бөлініп, жәнегі санның құрамын меңгеру бұл жерде де. Ішінара өнім іздеу құралы, одан кейін өрнек пішіндері, бөлшектерге бөліну және бұл бөлшектерді қосу, азайту деген сияқты. Және ақ тақта қарапайым кәдімгі қолдануға арналған тақта. Енді бірнеше бөліктеріне жәнегі тоқталсақ. Мысалы, бірінші бөлшектер тақырыбына өтейік. Менде қазір интернетім қолжетімді, сондықтан мен веб қолданбаны өте беремін, немесе жүктеп алуларыңызға да болады. Бірақ егер интернеттеріңіз қолжетімді болса, веб қолданбаны пайдалана аласыздар. Мына жерде барлық нұсқаулық жазылып тұр. Оқып шықсаңыздар, тіпті видео нұсқаулыққа дейін жазылған, қалай қолдану керек ағылшын тілінде. Субтитрін қосып қойып жасауларыңызға болады. Мына жерде де суреттерден көрсетілген бөлшектер, яғни мына жерде бөлшектерді қосу, азайту, оның барлығы осы жерде нұсқаулықта жазылған. Ары қарай веб қолданбаға өтеміз. Бізде осындай тақта ашылу керек. Міне ашылды. Енді бұл тақтаның функционалдығы өте жақсы. Сіз жай ғана батырманы басасыз, сізге бірден қаласаңыз төртбұрышты бөлшек шығарып береді, немесе шеңбер пішінде. Мысалы, мына жердегі шеңберді алайық. Бірнеше шеңберді. Мен бөлейін, мысалы, бұл шеңберді қазір. Бізге мына жерде сан шығарды ғой. Осы жерде бірден таңдаймыз. 8 бөлшек мына жерде. Одан кейін мына жерде мысалы 10 бөлшекке бөлдім. Бөлшекке бөлу үшін арнайы қанша бөлігі боялған табу үшін мен оны бояймын. Алға. Мынаны бояймын, мысалы жасыл түске. Енді балалардан сұраймыз, мысалы балалар, мынау шеңбер неше бөлікке бөлінген? Оның қанша бөлігі боялған? Балалар ауызша жауап береді, одан кейін сіз бұл жауапты дұрыс еместігін нақтылау үшін сіз шеңбердің үстіне басып, мына жердегі бөлшек сандарын басасыз, сізге автоматты түрде екі бөлшектің де нақты жауабын шығарып береді. Мысалы, бірінші шеңбердің 8 бөлікке бөлінген, оның 4 бөлігі боялған. Екінші шеңбер 10 бөлікке бөлінген, оның 7 бөлігі боялған. Немесе бұны көрсетпей қоясыз, балалар бұл жерге келіп, мына арнайы қарындаштармен де жазуына болады. Мысалы, 8-ден 4 деген сияқты. Немесе ары қарай текстпен де жазуларыңызға болады. Келесі геотақта, геоборд деп тұрады. Енді бұл жерде балалардың қызығушылығы артады, әсіресе бірінші сыныпта. Яғни балаларға біз жай ғана суретін көрсету, мысалы, жазықтық фигуралар. Мына жерге айтайық, шаршы. Шаршыны жасап беріңдер дейміз, мысалы, балаларға. Олар балаларға біз бірінші көрсетеміз, қалай ілу керек жіптерге. Міне, бұл шаршы, бізде. Келесі, мысалы, қызыл жіптен 3 бұрыш жасайық дейік балаларға. Міне, 3 бұрыш. Бұл тақтаны осылай кішірейтуге де мынандай үлгісінде таңдауға болады, шеңберге де таңдауға болады. Ары қарай мына жерде мысалы 3 бұрыш, мына жерде көріп тұрсыздар, бояуға болады, түстеріне арнап толтыруға болады.
яғни өте көп функционалды ненің бірі. Өздеріңіз қалаған мысалы мына жерге айтасыздар, осы фигураны жасау керек. Ол үшін тақтан қосып қоюыңызға болады. Бұл қандай фигура? Немесе мына жерге келіп жәнегі шашына салып қоюға болады. Осы фигураны жасайық мына жерде көк жіптің көмегімен деген сияқты. Осылай жасауға қолдануға болады. Келесі. Бұл жерде математикалық сағат балаларға уақыт тақырыбын түсіндіру үшін мына жерде кәдімгі әр бөлімнің өзінің нұсқаулығы бар. Қарап тұрсаңыздар, мысалы және осынша уақыт болды деп жазушыға болады. Мына жерде көріп тұрсыздар, тамақ ішетін уақыт, ұйықтайтын уақыт, баратын, мысалы осында баратын уақыт деген сияқты. Яғни балаларға әр уақытта мына жерде мысалы 5-5 минуттан қосылып отыратындығы жайлы енді осыны қолданып көрейік. Мына жерде міне сағаттар көріп тұрғандарыңыздай. Қазақша аударып алайын. Міне балаларға мысалы бұл біздің қабырға сағаттары, сағат циферблат. Циферблат дегеніміз жәнегі әр сандар белгілі бір уақытты білдіреді. Сағаттың қысқа тілі толығымен айналып шықса, бір тәулік өтеді. Бір тәулікте 24 сағат бар. Қысқа тілі сағатты, ұзын тілі минутты білдіреді деген балаларға ұғымдар қалыптастыра аламыз. Енді бұл жерде, мына жерде мына жерге біз өзінің несін жасай аламыз. Ал мына жерге, міне мына жерін бассақ, біз мысалы мына жерге минутты шығара аламыз. Міне бұл толығымен 60 минутты білдіреді. Мына 1 дегеніміз 5 минут, 10 минут. Яғни осы аралықта бізде неше минут өтті балалар? Дұрыс, 5 минут өтті. Одан кейін 15, одан кейін 20. Яғни арасына неше минуттан қосылып отырды балалар? Плюс 5 минуттан естедік, біз қосып отырдық. Яғни балаларға өстіп түсіндіруге болады. Ауа райына байланысты егерде сабақтарымыз онлайн режиміне көшкен кезде, форматқа көшкен кезде, осындай тақырыптарда қолдануға өте тиімді тақтаның бірі. Ары қарай мысалы қолданбаларға оралайық. Яғни ары қарай зерттеп көрсеңіздер, өте қызықты тақта. Бірақ ең алдымен нұсқаулықты толық меңгерулеріңіз керек деп ойлаймын, себебі бұл тақтаның енді ерекшелігі көп. Мына жерде мен балаларыма 10 санының құрамын таныстыруым керек. Ол үшін мен мысалы мына жерден қызыл түстен элементтерін таңдап аламын. Мысалы балаларды қызықтыру үшін мен мысалы пингвиндерді алайын. Мысалы 5 пингвинді әкеліп мына жерге мысалы қойдық. 5 емес, немесе алайық мына жерден қызыл пингвиндерді өшіріп тастаймын. Себебі қазір мен мына жерге тағы да бір пингвиндерді әкелемін. Енді көп пингвиндерді таңдап аламын. Бұл жерге мен әкеліп қоямын. 3 пингвинді. Бұны біз